Сәлем достар, бүгін біздер бала кезімізден жеп жүрген күшті өте дәмді әрі қытырақ вафлиді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасына сары май, жұмыртқа, секер және ұн қажет болады. Секер мен сары майды ағарғанша әбден жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін жұмыртқаларын қосамыз. Жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін жарты ұнды қосып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз да, біраздан кейін қалған ұнды қосып араластырып аламыз. Қысқа жабысып қалған жан-жағындағы ұнды скребокпен жақсылап қырып алып, қайтадан бір миксерлеп, бір массаға келгенше жақсылап араластырып аламыз. Дайын тестаны алдын ала қызып тұрған вафельницаға бір ас қасық немесе бір ас қасық жарымнан саласыздар. Мен бірден 2 ас қасық салып едім, тасытып алдым ғой. Осы вафли ыссы кезінде сразу өзіңізге ұнайтын формаға келтіріп, трубочка алып немесе балмұздақтың астына қоятын стаканчик қысап орап, ыстық күйінде сразу орап қоя қоясыз. Сол күйінде формасын ұстап қатып қалады. Пайдаларыңызға жарасын. Егер видеом ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Толық рецепт видеоның астында описаниеда жазылып тұр.